Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің академиялық мазмұнына қош келдіңіздер. Біз 5-ші модуль, яғни спектрлік және кешенді зерттеу әдістері аясындағы бірінші тақырып материалдардың химиялық құрамын бастаймыз. Дәріс барысында сіздер металлургиядағы сапаны бақылаудың іргетасы саналатын маңызды түсініктермен және заманауи зертханалық талдау әдістерімен терең танысасыздар. Бұл материалды толық меңгеру сіздердің болашақ кәсіби білімдеріңіздің мықты негізі болмақ. Материалдардың химиялық құрамы бұл жай ғана сандар мен элементтердің тізімі емес. Ол материалдардың барлық физика-механикалық қасиеттерін, өнеркәсіпте қолдану аймағын және ең бастысы сенімділігін айқындайтын іргелі фактор. Темір мен көміртектің қарапайым қорытпасынан бастап, күрделі авиациялық материалдарға дейінгі барлық өнімнің сапасы осы химиялық құрамның дәлдігіне тәуелді. Химиялық құрам ұғымына тоқталсақ, бұл материал құрамындағы элементтердің нақты түрі мен олардың пайыздық немесе сандық мөлшерін білдіретін көрсеткіш. Металлургияда химиялық құрамды анықтау материал сапасын бағалаудың ең бастапқы кезеңі болып табылады. Егер бастапқы құрам дұрыс таңдалмаса, кейінгі термиялық немесе механикалық өңдеу процестері қажетті нәтиже бермейді. Кез келген металл қорытпасы негізі элементтерден және арнайы қосылатын легірлеуші қоспалардан тұрады. Негізгі элемент материалдардың матрицасын құраса, легірлеуші элементтер материалдардың механикалық және химиялық қасиеттерін бағытталған түрде өзгерту үшін өте дәл мөлшерде енгізіледі. Мысалы, болатқа хром қосу арқылы біз оның коррозияға төзімділігін арттырсақ, вольфрам мен молибден арқылы оның жоғары температурадағы беріктігін, яғни жаропрочность қасиетін күшейтеміз. Дегенмен, өндіріс барысында шикізаттан немесе балқыту процесінен металл құрамына қажетсіз зиянды қоспаларда еніп кетеді. Зиянды қоспалар ретінде көбінесе күкірт, фосфор, оттегі, сутегі қарастырылады. Олардың мөлшері материалдың беріктігіне, әсіресе соққы тұтқырлығына өте кері әсер етеді. Шектен тыс күкірт металдарды ыстықтай өңдегенде жарылуға әкелсе, фосфор суық күйінде морт сынуға себепші болады. Сонымен, химиялық құрам металдың барлық іргелі сипаттамаларына, беріктігіне, қаттылығына, коррозияға төзімділігіне және химиялық тұрақтылығына тікелей әсер етеді. Әрбір микроқоспаның өзі кристалдық тордың бұрмалауына әкеліп, материалдың микроқұрылымын түбегейлі өзгертуге қабілетті. Осы аталған себептерге байланысты металлургияда химиялық құрамды үздіксіз және дәл бақылау кезек күттірмейтін қажеттілік. Өндірістік ақаулардың алдын алу және дайын өнім сапасын халықаралық стандарттарға сай қамтамасыз ету тек сенімді зертханалық бақылау арқылы ғана жүзеге асады. Құрамды бақылау үшін қазіргі таңда әртүрлі спектрлік және физикалық, химиялық әдістер қолданылады. Бұл заманауи әдістер элементтердің сандық мөлшерін ультра-микро деңгейге дейін анықтауға мүмкіндік береді. Дәстүрлі химиялық титрлеуден гөрі өндірісте жоғары жылдамдық пен дәлдік қамтамасыз ететін құрылғыларға басымдық беріледі. Спектрлік әдістер элементтердің концентрациясын жоғары дәлдікпен анықтауда теңдессіз.
Олар кванттық физика заңдылықтарына сүйенеді. Элементтердің атомдары белгілі бір жағдайда тек өздеріне тән толқын ұзындығы бар сәулелерді жұтады немесе шығарады. Осы қасиетті пайдалана отырып, біз қорытпадағы әрбір элементтің визуалды саусақ ізін көре аламыз. Сандық химиялық талдау материал құрамын жай ғана сапалық қандай элементтер бар екен емес, нақты сандық бағалауға мүмкіндік береді. Бұл өндірістегі технологиялық процестерді автоматты түрде және дәл басқару үшін аса қажет. Енді химиялық құрамды сандық анықтаудағы ең маңызды құрылғылардың бірі атомдық адсорбциялық спектрометрияға тоқталайық. ААС әдісі оптикалық диапазондағы сәулелердің газ тәрізді күйдегі қоздырылмаған еркін атомдармен жұтылуына негізделген. Бұл әдісті 1955 жылы британдық австралиялық физик Алан Уолш практикалық тұрғыда ұсынды. Қазіргі таңда ААС арқылы периодтық кестедегі 70-ге жуық элементті өте төмен концентрацияларда анықтауға болады. Заттың атомдық буын жасау үшін құрылғыда жоғары температуралы жалын немесе графит пеші сияқты атомизаторлар қолданылады. Талдау Бугер-Ламберт-Бер заңына сүйенеді. Мұндағы жарықтың жұтылу деңгейі адсорбция элементтің концентрациясына тікелей пропорционал. Қорытындылай келе, материалдардың химиялық құрамы олардың қасиеттерін анықтайтын негізгі фактор болып табылады. Химиялық құрамды дәл анықтау бұл металлургиялық кешенді зерттеудің ең бастапқы және ең маңызды кезеңі. Бұл білімсіз жаңа материалдар жасау немесе бар технологияны жетілдіру мүмкін емес. Осы дәрістегі ақпаратты бекіту үшін сіздерге өзіндік жұмыс беріледі. Бірінші тапсырмада сіздер экранда көрсетілген 5 негізгі сұраққа қысқаша академиялық жауап жазуларыңыз керек. Екінші тапсырма материалдардың химиялық құрамын анықтаудың металлургиядағы маңызы туралы 5-6 сөйлемнен тұратын эссе қорытынды жазуларыңыз керек. Үшінші тапсырмада берілген кестені толтыру қажет. Онда элемент түрлерін ажыратып, олардың металлургиядағы рөлі мен нақты мысалдарын келтірулеріңіз керек. Бұл сіздердің теориялық білімдеріңізді жүйелеуге көмектеседі. Ал келесі сабағымызда біз екінші тақырып ААС әдісінің принципін одан әрі тереңірек оқып, спектрометрияның ішкі механизмдері мен кванттық ауысулар процесін толығырақ зерттейтін боламыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Сәттілік тілеймін.